Тарбағатайлық 6 жасар бүлдіршінге Түркия елінің президенті Режеп Тайып Ердоған арнайы сыйлық жіберді. Шамамен 1,5 жыл бұрын баланың түрік басшысына жіберген эстафетасы әлеуметтік желі арқылы танылып, иесіне енді жеткен көрінеді. Тұғылауының кішкентай тұрғыны Байжігіт Ерболат Абай Құнанбаевтың өлеңін жатқа оқып, көпшілік назарын өзіне аударды. 6 жасар Байжігіт аға буының Хакім Абайдың өлеңдерін оқыған эстафетасын көріп, ерекше шабыттанды дейді әкесі Дулат Байкөбенов. Өзі де жатқа оқып, өзгелерге жіберуге ниет білдірген. Ойлана келе эстафетаны Тұран одағының басшыларына жіберіпті. Ұлым өзі Режеп Тайып Ердоған ылғи көп еді де, сол кісіні жақсысын еместейді. Жақсы көреді. Біздің елбасымен қатар сол кісінің видеоларын көріп отырады, соның өзі әке осылай тақ жолдасақ қайтеді деп. Содан кейін Абай атамыздың достық туралы өлеңін іздеп, содан жолдадық. 29 қараша 2019 жылға қойдым, қателеспесем. Сол кезде жолдадық. Әу баста эстафетаға Түркия тарапынан жауап болатынына сенім аз еді. Кейін елшіліктегілер әлеуметтік желіге жүктеп, балақайдың видеосы көпшілік назарына ілігеді. Тіпті түрік телеарналарының тілшілері қызығушылық танытып, сюжет әзірлеген. Самолетқа отырғанға дейін негізінде ешқандай әсер болған жоқ. Өйткені сенген жоқ болатын өзі. Бірақ сол Өскемен қаласына келіп, самолетқа отырып шыққан кезде бар. Әкем ағам шынымен сол Ердоған ата жіберді ма деп, бір нәрсе жазды ма деп, жауап берді ма деп, сондай қуанышты сезімде болды. Қазір сол дайындалып жатыр ертең кездесуге. Қазір Байжігіт әкесімен бірге Нұр-Сұлтан қаласындағы түрік елшілігіне кездесуге аттанды. Сол жерде Режеп Тайып Ердоғанның сәлемі ресми жеткізіледі. Бұл оқиға бала санасында жарқын сәттердің бірі болып қалары сөзсіз. Меруерт Расулова, Алтай ақпарат.